Қайырлы кеш оқушылар. Бүгін біз сіздермен координация реттелу тарауының сезім органдары бөліміне келдік. Бөлігіне, былайша айтсақ, қысқа ғана тақырыптан тұрады, мектеп оқулығына берген. Ол бізде негізгі сезім органдарына көру және есту сезім органдарын берген. Біз бұған дейін рецепторларды айттық, басқару жүйесін айттық, орталық жүйке жүйесінің құрылысын айттық. Енді бізде қалған бір-екі бөлім бар. Ол біріншісі осы сезім органдары, бұдан кейін эндокриндік бездер, яғни ішкі секреция бездері. Енді соларға тоқталайық. Бізде қандай сұрақтар бар екен сезім органдарына байланысты? Бірінші сұрақ: көздің қосымша бөліктеріне не жатады? Осы жерде біз білуіміз керек, көздің құрылысында екі бөлікке бөлеміз: көздің негізгі бөлімдері және қосымша бөлімдер деп. Көздің негізгі бөлімдері дегенге көздің алмасы жатады. Көз алмасы. Негізгісіне ол не жатады? Көз алмасы. Вот осы көз алмасының ішіндегі барлық бөліктер осы негізгі бөлімге жатады. Көз қарашығы болсын, шыны тәрізді денесі болсын, торлы қабық, қабықтың әртүрлі түрлері, оның барлығы негізгі бөлімге жатады. Одан басқа қосымша бөлік бар, мұнда айтып тұрған. Ол қосымша бөлікке не жатады? Көзді қорғайтын, немесе осы көз алмасын қимыл қозғалысқа алып келетін бөліктерді айтамыз. Оған варианттарының ішінде бірінші қарайтынымыз ол жас безі. Жас безі не істейтін еді? Ол көзді қорғайды, ылғалдандырады. Сондықтан бұл оның қосымша бөлігі, қызметі де белгілі. Одан кейін қабақ бар. Қабақты қорғайды. Неден қорғайды? Бұл сырттағы әртүрлі шаң тозаңнан қорғайды. Қатты заттардан қорғайды. Қысқасы, көзге зиян келтіру мүмкін қандай да бір заттар болатын болса, оның бәрін қорғайды. Даже жарықтан қорғайды. Қатты жарық көзге түскен кезде біз қабақ арқылы көзді жұмамыз. Ал торқабықшы. Торқабық бұл негізгі бөлімге жатады. Жаңа айтқан көз алмасының ішкі құрылысында. Фоторецепторлар, бұлар жарықты қабылдауыштар, бұл да көздің ішкі құрылысында. Көз бұршағы тоже бізде аккомодацияны реттеп отыратын шыны тәрізді дене көздің ішкі бөлігін сұйықтықпен толтырып тұратын бөлігі. Сондықтан осылай біз бөлдік. Одан басқа қандай қосымша бөліктері бар? Қосып жазып кетейік. Ол бізде қас. Не істейді қас? Ол маңдайдан аққан терін ұстайды. Одан кейін тағы бізде не істейді? Қатты түскен жарықтан қорғайды да. Қаспен бірге оған не жасақ болады? Кірпік. Кірпіктің негізгі жұмысы осы қорғаныштық қызметі. Жарықтан қорғайды, шаң тозаңнан қорғайды, желден қорғайды. Осы кірпіктің қызметі. Плюс та не бар? Ол бұлшық еттері бар. Бұлшық ет. Ненің бұлшық еті? Көздің бұлшық еті. Көздің бұлшық еті ол көзді жан-жаққа бұру қызметін атқарады. Түсінікті, одан басқа міне жас безі, қабақ. Осымен бізде осылар жатады. Так, келесі сұрақ. Көздің сыртқы тығыз дәнекер ұлпасынан тұратын қабықтары. Вот, енді біз көздің алмасына келдік. Көздің алмасы, мына ортасында не тұрады? Бізде мына жерде қарашық тұрады. Міне біздің көзіміз. Хоп. Хоп. Міне кірпіктеріміз. Енді қарайық, біз нені көреміз? Мұны дәл ортасында қарашықты көреміз. Қап-қара болып тұрады всегда. Одан кейін біз нұрлы қабықты көреміз. Нұрлы қабық енді адамның көзінің түсіне байланысты түсі әртүрлі болады. Яғни мұнда болатын пигменттің бар жоқ болуына, көп болуына, аз болуына байланысты көздің түсі өзгереді. Көп болса қою түсті, аз болса ашық түсті, жоқ болса ол қызыл түсті болып кетеді. Қояндарды байқаймыз, немесе альбиностарды байқаймыз. Одан кейін алып қарасақ, мына шеткі жағының барлығы әппақ болып тұрады. Солай ғой? Бұл көздің ақ қабығы деп атаймыз. Ақ қабығы. Ақ қабығын тағы басқа қалай деп атасақ болады? Ол дәнекер ұлпасынан тұрады деп айтамыз. Мұнда айтып тұрған міне тығыз дәнекер ұлпас деп тұрғанымыз осы ақ қабық болады. Бұның қызметі қорғаныштық. Ал ол ақ қабық полностью қаптаған, сондықтан мына жерде көздің нұрлы қабығында сыртын қаптаған болады. Как әйнек сияқты болып тұрады, ол мөлдір болып тұрады. Сондықтан бұны біз не деп атаймыз? Қасаң қабық деп атаймыз, немесе мөлдір қабық деп атаймыз. Мына мөлдір қабық дұрыс жауап. Өйткені бұны басқаша біз қасаң қабық деп атаймыз. Қасаң қабық. Түсінікті. Қасаң қабықтың жұмысы болатын болса, бұл қорғайды ақ қабықтың кәдімгі өзінің қызметі сияқты.
и плюс жарықты ішке қарай өткізеді. Айтып тұрмыз ғой, кәдімгі не сияқты, әйнек терезе сияқты. Сырттағы заттардан ішкі бөлікті қорғайды, бірақ жарықты өзінен өткізеді. Ешқандай кедергісіз. Так, осы қабықтың зақымдануынан, зақымдануы емес, енді жас ұлғаюына байланысты бізде не пайда болады? Әртүрлі аурулар пайда болады. Так. Келесі сұрақ. Көздің оптикалық жүйесіне не жатады? Оптикалық дегеніміз енді көру жүйесіне деп айтсақ болады. Енді қараңыздар, біз жаңа айттық. Көзді құрылысына қалай бөлдік? Көздің негізгі бөлігі және қосымша бөлігі деп бөлдік, иә? Қосымша. Осы негізгі бөлігінде біз нелер келтірдік? Көздің ішкі құрылысына барлығын айттық, көз алмасына жататын. Бірақ осының ішінде бөліп көрсететін бөлік бар, ол бізде оптикалық. Оптикалық бөлік. Оптикалық бөлік дейміз, именно жарық өтетін бөлігі. Мысалы, мынау көз, міне. Қисқызып қойдым. Міне, то есть, мына жерде қабағымыз бар, мына жерде кірпіктеріміз бар, міне. Міне қабағымыз бар, астында кірпіктер бар. Міне көз. Ортасында қарашығы бар. Мына нұрлы қабықтарымыз, міне. Мына жаққа қарап тұрмыз біз. Не істейді? Бұл жақта қандай да бір зат өзіне күннің жарығы түскеннен кейін, мына жақта бізде күн бар, міне. Күннің жарығы бұған түскеннен кейін не істейді? Күннің жарығын бұл шағылыстырады. Демек, мынау бүкіл сәулені сіңіріп, көкті ғана шағылыстыратын болса, бұл заттың түсін біз көк қылып көреміз, мына кубиктің. Демек, бұл көк шағылысқан түс қайда келеді? Көзге келіп, қасан қабықтан кіреді, ары қарай көз қарашығынан өтеді, көз бұршағынан өтеді, сосын мұнда не бар бізде? Ішін толтырып тұратын шыны тәрізді дене бар. Содан да өтіп, мына жердегі рецепторларға келеді. Рецепторлар оны сезеді. Сонымен анықталған түстер орталық жүйке жүйесіне қарай жіберіледі. Бұл жердегі оптикалық жүйе дегеніміз осы жарықты өткізетін мына аймақ. Міне, мына аймақ, мына жарық кіріп, мына жерге жеткенге дейінгі осы аралықты біз оптикалық жүйе деп атаймыз. Енді жауаптардан қарайық. Көз ұясы дейді. Жата ма? Жоқ. Көз ұясы емес. Жалпы көздің алмасы тұратын ішкі бөлік, мына сүйектің іші, көз ұясы. Қас пен кірпік бұл қосымша бөліктеріне жатқан еді. Шыны тәрізді дене міне мына ортада тұр. Сондықтан оны біз жатқызамыз. Міне шыны тәрізді дене. Сондықтан бұл жауапқа кетеді. Көру жүйкесі бұл рецептордан кейін орналасқан, бұл жерге жарық келмейді. Бұл тек қана қабылдаған сигналды орталық жүйке жүйесіне жеткізіп беру керек. Сондықтан жатпайды. Тор қабық дейді. Бұл да рецепторлар, фоторецепторлар орналасқан бөлік, мына жерлер. Енді көз бұршақ деген бар. Иә, бұл бізде аккомодацияны қамтамасыз ететін, яғни көздің фокусын қамтамасыз ететін. Алыста және жақында заттарды қараған кезде біз көзіміз соған фокусировка болады. Соны біз не деп атаймыз? Аккомодация. Соны қамтамасыз ететін бізде көз бұршағы. Сондықтан жауап С және F. Так. Дальше. Жарыққа сезімтал рецепторлар. Оларды біз не деп атаймыз? Фоторецепторлар деп атаймыз. Фоторецепторлар. Рецепторлардың түрлерін айттық. Біз механорецепторлар айттық, оның бірнеше түрлеріне тоқталдық, иә? Вестибуляр рецепторларды айтамыз. Сол сияқты бізде көздегі көздің жарық қабылдау, яғни фоторецепторлары бар. Олардың екі түрі бар. Олар қайсылар? Таяқшалар және қотышалар. Түсінікті? Осы екеуі бізде қайда орналасқан? Ол торлы қабықта орналасқан болады. Торлы қабықта орналасқан болып, олар бізде не істейді? Түрлі түстерді, қара, ақты анықтауға көмектеседі. Осында екі түрлі фоторецепторлар бар. Осының көмегімен біз сыртқы әлемді түрлі түсті етіп көреміз. Басқаларшы нейрондар деп айта алмаймыз, өйткені біз рецепторлар туралы сөйлесіп тұрмыз. Бұл ұштары еді тек қана. Талшықтар жоқ.
Пигменттер жоқ, витаминдер мүлдем бұлар келмейді даже рецепторларға, иә. Кеттік. Көрудің бұзылу түрлері. Так, гипертония дегеніміз бұл қан қысымының жоғарылауы. Қан қысымының жоғарылауынан болатын ауру. Гипертония. Гипер, жоғары. Түсінікті? Аккомодация. Аккомодация дегеніміз бұл как бы бір не ғой, гомеостаз деп айтсақ та болады, иә? Аккомодация бізде заттардың орналасқан қашықтығына байланысты көзімізді автофокусы. Түсіндіре алдым ба? Яғни сіз мысал үшін бір ручканы мынандай ұстайсыздар, ручкаға қарасаңыз, сіздің көз бұршағыңыз өзгерді. Нәтижесінде көзді анық көрдіңіз, ручканы анық көрдіңіз. Бірақ оның тысындағы алыстағы заттардың барлығын бұлдыр етіп көрдіңіз. Өйткені сіздің көз бұршағыңыз, яғни аккомодацияңыз мынаған шоғырланған ручкаға. Енді осы ручканың артынан ұзақтағы камераға қарайтын болса, немесе кез келген затқа қарайтын болсаңыз, сіз мына ручканы бұлдырлатып көресіз. Өйткені сіздің көз бұршағыңыз неге бейімделді? Алыстағы заттарды көруге байланысты өзінің пішінін өзгертті көз бұршағы. Демек, осы жақындағы алыстағы заттарды көруге байланысты көз бұршағының пішіні өзгеріп тұруын біз аккомодация деп атаймыз. Дальтонизм. Вот, мына көрудің бұзылуына байланысты дальтонизм кезінде не істейді? Бұл тұқым қуалайтын ауру, кстати. Тұқым қуалайтын көздің бұзылуына байланысты аурулар, бұл дальтонизм. Бұл түс ажырата алмау. Түс ажырата алмауға байланысты. Гастрит бұл асқазан жарасы, асқазанға байланысты, ас қорытуға байланысты. Ақшам соқыр, одан кейінгі ауру. Ақшам соқыр бізде ол А витаминінің жетіспеуіне байланысты болады дейміз. Не үшін аты ақшам соқыр? Өйткені кешкі уақытта ымырт шалған кезде біз не істейміз? Адамның көруі нашарлайды. Өйткені именно осы жарықты қабылдайтын рецепторлардың жұмысына байланысты болып келеді. Оның жұмысына тікелей әсер ететін бізде ретинол, иә, А витамині. Немесе бұны куриная слепота деп іздесеңіздер болады. Одан кейін сығырлық. Сығырлық бұл алыстан немесе жақыннан көргіштік. Соның ішінде сығырлық бұл жақыннан көргіштік, қырақтылық бұл алыстан көргіштік. Яғни көздің жаңа айтқан аккомодациясына реттейтін көз бұршағының өз пішінін өзгерте алмауына байланысты бізде сығырлық немесе қырақтылық болады. Ол не істейді? Жақыннан көреді, бірақ алыстан көре алмайды. Егер наоборот болатын болса, алыстан көреді, жақыннан көре алмайды. Сондықтан көп адам не қолданады? Очки қолданады осы кезде. Так, сыртқы құлақтың құрамы. Енді біз көздің құрылысынан кейін құлақтың құрылысына келдік. Сыртқы құлақта мынандай құлақ қалқаны бар, және дыбыс жолы бар. Дыбыс жолынан кейін не орналасады? Дабыл жарғағы орналасады. Дабыл жарғаннан кейін ары қарай ішкі құлақ басталып кетеді. Бұлайынан. Вот, енді не айтамыз мұнда? Құлақ қалқаны. Құлақ қалқаны айтамыз. Одан кейін тағы да дабыл жарғағын да жатқызып кетеміз. Бірақ негізі дабыл жарғағы бұл екі ортадағы бөліп тұратын перде қызметі. Яғни сырттан келген дыбысты бұл қабылдап, ішкі құлақтағы сүйекшелерге беру қызметі. Дабыл жарғағының қызметі. Тағы не айтсақ болады? Мына дыбыс, сыртқы дыбыс жолын айтамыз. Және мұнда әртүрлі бездер орналасады. Он құлық бөлетін бездер деп атаймыз. Май сияқты тәрізді заттар ол сырттағы шаң тозаң, бактерияларды ұстап қалу қызметі. Соның нәтижесінде адамның құлағында не түзіледі? Ұзақ тазаламау немесе дұрыс емес тазалау нәтижесінде пробка түзіледі құлақтың ішінде. Осының жиналуынан, мусордың жиналуынан. Эвстахий түтігі бұл ортаңғы құлақтың жұтқыншақпен байланыстыратын бөлігі. Ұлу дене ішкі құлақ, сүйекше бұл ортаңғы құлақ, үзеңгі осы сүйекшелердің біреуі. Бұл да ортаңғы құлаққа жатады.
Ортан құлақтағы есту сүйекшелері, міне енді келдік. Үш түрлі сүйекше бар еді. Балғашық, төстік, үзеңгі. Бұл үшеуінің қосқанда салмағы 0,5 грамм деп айтатын едік. Ол біздің ағзамыздағы ең ұсақ сүйектер. Осы үшеуі. Қалай дедік? Олардың пішініне байланысты бөлген. Балғашық, төстік және үзеңгі. Орналасу реттілігі де осы ретпен орналасады. Кристалдар қайда болады? Кристалдар бұлар кальций кристалдары ішкі құлақта болады. Ал нақтырақ айтатын болсақ, ол бізде тепе-теңдік жүйесіне вестибул аппаратында орналасқан болады, және осы кристалдардың біздің басымызды бұрған кезде осылардың орын ауыстыруына байланысты рецепторлар нені сезеді? Ортадағы адамның орналасуын сезеді. Яғни бізде қандай да бір тепе-теңдіктің бұзылғандығын осы кристалдар арқылы сезеді. Ұлуыл дене бұл ішінде есту рецепторлары орналасқан. Ол негізі әртүрлі мынандай пішіні ұлу сияқты болып орналасқандықтан, осының ішінде өте көп рецепторлар орналасуына байланысты болғандықтан, оның пішінін біз ұлу, яғни ұлулы дене деп атаймыз. Так, все. Да? Келесі сұрақ. Ішкі құлақтың бөліктері. Ішкі құлақты біз негізінен үлкен екі бөлікке бөлеміз. Ол жаңа бірінші айтқан ұлулы дене, екіншісі болатын болса шытырман, лабиринт деп атаймыз, иә. Мынандай екі бөліктен тұрады. Бұлардың ішінің барлығы сұйықтықпен, лимфа сұйықтығымен толтырылған. Так, есту жолы. Есту жолы бұл бізде сыртқы құлаққа кетеді. Дабыл жарғағы. Бұл да сыртқы құлаққа жатқыздық жаңа. Вестибул аппараты. Міне, осы вестибул аппараты, ол міне. Ішінде жаңағы біздің кристалдар орналасқан, әртүрлі вестибул рецепторлар орналасқан тепе-теңдікті анықтайтын. Ол осы бөлік. Ұлуыл дене болатын болса, ол мына бөлік. Мұнда есту рецепторлар орналасқан. Балғашқы ортан құлақ, эстахи түтігі, бұл да ортан құлақтың бөлігі. Сонда осында екі бөліктен тұрады. Бір, екі. Енді ары қарай осы ұлуыл дене және неден вестибул аппаратынан жүйкелер шығып қайда кетеді? Орталық жүйке жүйесіне кетіп, информация сол жақта талданады және жауап бұлшықеттерге немесе басқа мүшелерге қайтарылады. Көру рецепторларындағы пигменттер. Біз көру рецепторларының екі түрін айттық. Родопсин, жоқ. Екі түрін айттық, ол қандай еді? Көру рецепторлары құтышалар және таяқшалар деп айттық. Родопсин бұл қайда орналасқан болып келеді? Бұл таяқшаларда орналасқан болады. Таяқша. Родопсин. Ал ядопсин болатын болса, бұл құтышаларда орналасқан болады. Құтышаларда. Родопсин және ядопсин. Екі түрлі пигменттер бар. Гемоглобин бұл қанда оттек көмірқышқыл газын тасымалдайтын нәруыз. Меланин бұл түсті анықтайтын, бұл тек қана теріде емес, ол көзде де. Бұнда көздің түсі, терінің түсі осы пигменттерге байланысты. Хлорофилл дейміз, бұл фотосинтездеуші пигмент. Билирубин дегеніміз бұл қанның ыдырауынан түзілетін, бауырда түзілетін пигмент. Одан кейін ол өтке бөлінеді. Өттен ары қарай нәжіс арқылы шығарылады денеден. Соған байланысты нәжістің массасының түсі де біркелкі болып келеді. Егер билирубин денеден дұрыс шығарылмаса, яғни зәр арқылы немесе нәжіс арқылы дұрыс шығарылмаса, ол денеге таралады және ол улы болып келеді. Сондықтан адамдарда не деп айтамыз ғой, жас балаларды көбінесе болады, сарғайып кету болады. Немесе гепатит ауруларында болады. Мына көздің ақ қабығы, дәнекер ұлпалы, тығыз дәнекер ұлпалы ақ қабығы, ол да сарғайып кетеді. Так, дальше. Енді мына тонның сұрағында нұсқасында келген құлақтың құрылысы туралы. Контекст. Кеттік. Контекстті оқып алыңыздар өздеріңіз. Суретте бір санмен берілген құлақ бөлімі. Бір санымен мынау құлақтың міне сыртқы, ортаңғы ішкі құлақ берілген. Бірмен мынау көрсетілген екен. Бұл неге ұқсайды пішіні? Ұлуға ұқсайды. Сондықтан бұл бізде ұлулы дене.
үш санмен берілген бөлімдердегі рецептор түрі. Үш дегеніміз міне. Бұл қай бөлім? Бұл лабиринт. Я? Немесе қазақшасы? Қалай еді қазақшасы? Так. Шытырман, я? Қазақшасы шытырман. Так, міне шытырман. Үштен берілген. Суретті терезеге енді, біз келесі өткен сұрақты. Үшінші суретте үш санымен берілген бөлімдер рецептор түрі. Міне. Бұл бізде шытырман. Шытырманда қандай рецепторлар орналасқан еді? Тепе-теңдік рецепторы, ол вестибуляр рецепторлар орналасқан болады. Так, проприорецепторлар бұл бізде бұлшықтың созылуына байланысты, фотожарыққа байланысты, жарық қабылдау көзге байланысты. Терморецептор бұл теріде орналасқан, бұл ыстық суықты қабылдауға байланысты. Суретте сопақ терезеге соғылатын дыбыс сүйек жүйесін көрсетіңіз. Сопақ терезе дегеніміз ол мына терезе міне. Ол үзеңгі, яғни бесікпен көрсетілген үзеңгі келіп ішкі құлақтың ішінде лимфамен толтырылған ғой. Соның терезесіне келіп не істейді? Тоқылдатады. Нені? Сырттан келген дыбыс. Сыртқы дыбыс толқыны ауа арқылы келіп құлаққа кірді. Ол дабыл жарғағы оны қабылдап, ол дірілдеді. Осы тербелісті, яғни дабыл жарған тербелісін сүйекшелер өз бойынан өткізді. Балғашық төстік үзеңгі өз бойынан өткізіп, осы тербелісті енді қайда қарай жібереді? Ішкі құлаққа жібереді. Ішкі құлаққа өтетін жерде сопақ терезе орналасқан болады. Міне сопақ терезе төртпен көрсетілген. Осы сопақ терезеге ұрғаннан кейін сыртқы дыбыс толқыны ішке қарай енді сұйықтық арқылы беріледі. Как бы сіздер тұнып тұрған суға келіп, қолды батырып, оны қимылдатсаңыз, су толқындары кетеді, я, жан-жаққа былайынан айналып. Тура сонда мына жерден енді толқындар осы жерден құлаққа, ішкі құлаққа қарай таратылады. Ішкі құлаққа барған кезде мұнда орналасқан рецепторлар ол дыбыстың қатты баяулығын, қалай шығып жатқаны барлығын анықтап, жүйке арқылы ол мына бастың орталық жүйке жүйесінің самай бөлігіне жібереді. Демек, бізде қайсы көрсетілген сопақ терезе? 4. Келіп соғылатын 4пен көрсетілген бұл терезе дыбыс сүйек жүйесін сұрап тұр бізде. Ол 5пен көрсетілген үзеңгі. Я? Так. Суретте 9 санмен берілген құлақ бөлімінің қызметі. 9 санын табайық, ол міне. Бұл не? Сыртқы дыбыс жолы. Сыртқы дыбыс жолының жұмысы қандай еді? Мұнда құлық бөлінетін еді. Құлық. Құлықтың жұмысы бұл шаң тозаңды бактерияларды ұстап қалу еді. Сондықтан жауабы зиянды микробтарды ұстап қалу. Дыбыс толқын тербетеді болатын болса, ол мұнда не болады? Перепонка бізде 8-бен көрсетілген. Дабыл жарғағы. Так, қозу есту орталығына жеткізіледі болатын болса, ол мұнда 2-мен көрсетілген, бұл жүйкелер. Есту рецепторларын тітіркендіреді. Есту рецепторлары мұнда орналасқан бірде. Оны тітіркендіреді, мұнда келген дыбыс толқыны. Лимфа сұйықтығы арқылы жүзеге асырылады. Так, ұшақпен жоғары биіктікке ұшып келе жатқан адамның есту мүшесіндегі өзгеріс. Бірінші мынаны білуіміз керек. Мынау жер. Мынау сіз. Бізде давление бар. Я, мысалы, қандай да бір 1000 парциальды давление. Бұл жоғарыға көтерілген сайын давление төмендейді. Сондықтан сыртқы ортаның давлениясы төмен, міне құлақтағы сыртқы ортаның. Ал ортаның құлақта давление жоғары. Әлі мына жердегі давление. Мысалы, сыртта жоғарыға көтерілсек бір 800 түсті дейік давление. Сонымен екі жақтағы давление екі түрлі болды ма?
енді не істейді? Іштегі давление мына құлақ пердесін, яғни дабыл жарғағын сыртқа қарай итереді. Как будто есікті сыртқа қарай итеріп тұрған сияқты. Сырттағы дыбыс енді ішке қарай өтейін десе, мынау бізде дабыл жарғағы тербеліп тұру керек. Ол іштен қатты қысыммен тұрғандықтан бұл тербелмейді. Сондықтан біз ұшаққа мінген кезде, яғни жоғары көтерілген кезде дұрыс естімейміз. Не үшін? Өйткені дабыл жарғағы под давлением тұр. Түсінікті? Сондықтан біз не істейміз? Ұшаққа мінгеннен кейін конфет сорамыз, құрт сорамыз, немесе жұтынамыз. Сол кезде мына Евстахи түтігі ол жұтқыншаққа ашылады, ал жұтқыншақ ашылғаннан кейін оның ішіндегі ауа сыртқы ауамен теңеседі, яғни іштегі ауа қысымы төмендейді, сыртқа қарай шығады деген сөз. Сонымен сыртқы мен ішкі ауа теңескеннен кейін не болады? Біз уже нормально ести бастаймыз. Түсінікті? Енді сұраққа қайтайық. Ұшақпен жоғары биіктікке ұшып келе жатқан адамда есту мүшесіндегі өзгеріс. Суретте Б бөлімді сүйектер бір-бірінен ажырайды дейді. Б дегеніміз мұнда сүйекшелер. Мынау. Жоқ, онда ажырау деген болмайды. Суретте көрсеткен Б бөлімі сыртқы қысымнан бітеліп қалады. Сыртқы қысым жоғары болғандықтан емес, сыртқы қысым төмен болғандықтан наоборот бітеліп қалады. Б бөлімі мынау. Сондықтан бұл бізде жауап болады. Сегіз санмен берілген бір шеміршекті қабат қалындайды. Жоқ, ұлуды сұйық сопақ терезе арқылы ағып кетеді. Жоқ, ешқайда ақпайды. Ал наоборот, егер төмен түсетін болсақ, допустим, судың астына қарай түсетін болсақ, немесе төмен жер төлеге түсетін болсақ, онда қысым жоғарылайды. Қысым жоғарылады деген сөз, значит, бізде сырттан келетін қысым жоғары болады, құлақтың ішіндегі қысым ол төмен болады. Сол кезде мына құлақтың дабыл жарғағы наоборот былайынан қарап қалады. Условно түсіндіріп жатырмын сіздерге. Так, все. Осымен сабақ аяқталды. Барлық қатысушыларға рахмет. Аман сау болыңыздар.